Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін каналымда қазақтың ұлттық тағамы ет асу рецептімен бөлісетін боламын. Бүгін бізде сиыр еті және қасына қазы қостым. Етті жақсылап жуып, қазанға орналастырамыз. Еттің үстіне салқын су құямыз. Ет толық батып тұратындай болу керек. Суды толық құйып, бетін жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Сорпамыз қайнаған соң бетіне осылай көбіктер пайда болады. Оны сүзгіштің көмегімен жақсылап тазалап аламыз. Қайнап жатқан сорпамыздың үстіне алдын ала ашылып дайындалған көкөністерді қосатын боламыз. Және мен жазды күні қатырылған қызанақ қостым. Көкөністерді толық салып болған соң сорпаның тұзын көреміз. Егер тұзы кем болса, тағы қосымша тұз қосамыз. Сорпаның бетін жауып, баяу отта қайнатамыз. Енді қамырымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге бір кесе салқын су керек болады. Және бір шай қасық тұзды қосып, ерігенше араластырамыз. Және қасына бір жұмыртқа қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, енді ұнымызды қосып, қамырды илеп бастаймыз. Жалпы бұл қоспалардан менде бір зуала қамыр шығады. Қамырды илеп болған соң, осылай бетінің жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Қайнап жатқан картопты осылай пышақтың не болмаса шанышқының көмегімен тексеріп аламын. Піскен картопты езіліп кетпеу үшін сорпадан сүзіп аламыз. Енді қамырымыздың бетіне тұздық дайындаймыз. Ол үшін бізге темір ыдыс керек болады. Яғни тұздығымызды отта қайнататын боламыз. Орташа көлемдегі 2 пиязды осылай жартылай сақина етіп тураймыз. Және қасына қызанақ қосамыз. Сорпаның бетіндегі майын осылай қалқып алып құятын боламыз. Яғни біздің тұздығымыз майлы болу керек. Тұздығымызды араластырып, енді отқа қойып 2-3 минут қайнатамыз. Осымен тұздығымыз дайын. Тынып тұрған қамырымызды үйі қанғанша илейтін боламыз. Яғни арасын 15-20 минуттан тындырып, қайтадан илейміз. Қамырдың бір тегіс болып әдемі жайылуы осы қамырдың илеуіне байланысты. Мен қамырды осылай екіге бөліп жаяуыма тура келді, себебі жаятын жерім кішкентай болған соң, осылай 2 бөлікке бөлдім. Сіздер бірден жая берсеңіздер болады. Қамырды ортасына салмақ салмай, екі шетін баса отыра жаятын боламыз. Яғни қамырымыздың ортасы жұқа болып қалмауы керек. Жалпы бұл тағамды әр өңірде әртүрлі дайындап жатады. Комментарий бөлімінде өзіңіздің жасалу жолыңызбен бөлісе кетіңіз. Және каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп лайк басып кетіңіз. Осымен біздің қамырымыз дайын, осылай бөліктерге бөліп, кесіп дайындап қоятын боламыз. Бүгін менде жас малдың еті болған соң, етім 2 сағатта пісті. Піскен етті сүзіп алып, енді видеода көрсетілгендей ұсақтап турайтын боламыз. Және көкөністерді де видеода көрсетілгендей сақина тәрізді етіп турап аламыз. Пісіп тұрған етімізбен көкөністі сүзіп алған соң, енді сорпамызда қамыр салуға дайындайтын боламыз. Яғни тұзы кем болса тұзын қосып, не болмаса суы кем болса қайнап тұрған су қосып, осылай қамырымызды піскенше 2-3 минут қайнатып, сүзіп алатын боламыз. Қамырдың жақсы болып пісу үшін, яғни астындағы оты қатты болу керек, және суы мол болу керек. Пісіп тұрған қамырымыздың үстіне осылай бір бокал салқын су құйып, қамырымызды шолпының көмегімен сүзіп алатын боламыз. Осылай дайын болып піскен қамырымыздың бетіне жабысып қалмау үшін алдын ала дайындалған тұздығымыздың сорпасынан қосып араластырамыз. Тұздықты толық сеуіп болған соң, енді бетіне алдын ала туралып дайын тұрған етімізді қойып, және қалауларыңыз бойынша картоп пен сәбізді қойып шықсаңыздар болады. Осымен бүгінгі біздің тағамымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Және каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Бұдан да басқа өзімнің жасап жүрген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.